Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Айгерім, сіз тігінші пайдасы каналындасыз. Бұл видеода промышленный оверлок Джек немесе Jack E4-ға обзор жасайтын боламыз. Яғни тоққа қосқаннан бастап идеальный тігіске дейін жүреміз. Промышленный машинкалар осындай арнайы столдармен бірге жүреді. Бұл столдың ұзындығы 120 см, ал ені 50. Бұл оверлок 4-ниточный, жеңіл және орташа маталарға арналған. Светодиодный подсветкасы бар. Осындай защитный стеклосы бар. Бұл қатты жылдамдықта ине сынатын болса, сіздің көзіңізді сақтайтын болады. Корпусы полностью металл. Оверлоктың 2 педалі бар. Мынау лапканы көтеретін. Екінші педаліміз машинканың жүрісіне жауап береді. Осындай мусорға арналған туннелі бар. Бытовой машинадағы сияқты мусоросборникқа жиналмайды. Осы горочканың көмегімен ары қарай шелек қойып қоясыз, сол шелекке сіздің мусорыңыз жинала береді. Бұл оверлоктың ең үлкен плюстарының бірі ол жылдамдық, ал екіншісі тыныш жұмыс жасайды. Бытовоймен салыстырған кезде керемет. Егер де сіз оверлокты жаңадан алған болсаңыз, онда міндетті түрде бірінші майын құйып алу керек болады. Бұл машинкада май бізде 3 жерге құйылады. Ол біріншісі мынау масляный поддонға бірақ кетеді. Бұл жерге құйылған май. Мінекей осындай тесігі бар. Колпачогын ашып, жарты 1 литрге дейін, 700 мл-ге дейін майды құясыз. Екіншісі ол осы отверстие, осы жерге бізге 2-3 капля май қою керек болады. Бұл жерде біздің мына бір линиямыздың барлығын майлап шығатын болады. Ал май құйылуы қажет үшінші бөлік бұл осы жерде. Осы жерде мына колпачок ашылады. Ашылғаннан кейін 2-3 капля май тамызасыз, және де осы жердегі системаның барлығын осы нүкте арқылы майлап шығуға болады. Бұл машинкада сондай-ақ тағы да 2 жері бар. Бұл жерде силиконовое масло құйылады, то есть силиконды май. Бұл бізде міне астында фетр сияқты мата бар. Осы матаның көмегімен мына жағынан ылғалданады да жоғары қарай келіп, жіптерімізді ылғалдандырып отырады. Дәл сондай силиконовый майды тура осы жерге құямыз. Бұл астыңғы петлетелдерді дәл солай фетрдің көмегімен майлап отырады. Оверлоктың ішіндегі майдың деңгейін мына тесік арқылы көруге болады. Мына жерде кішкене нашар көрінеді, бірақ кішкене анықтап қарасаңыз 2 линия бар. Сол линияның ортасында тұру керек. Сол кезде сіздің майыңыз орнында, яғни дұрыс деген белгі. Ал мына лупа сияқты зазордың көмегімен сіздің майыңыздың қаншалықты кірленгенін білуге болады. Яғни машина жүрген кезде осы жерге май шашырайды. Егер майыңыздың түсі мөлдір, айбат болатын болса, онда ешқандай қиындығы жоқ. Егер кірлеп қараятын болса, онда сізге майды ауыстыру керек деген сөз. Енді машинканың заправкасы, настройкасы жайында айтатын боламыз. Бұл жерде машинканы ашатын болсақ, бұл мына жерде кнопкасы болады. Осыны төмен түсіресіз. Мына жақта ручной поручень полностью ашылады. Ал мына жағымыз міне оңға қарай жылжытасыз, және де мына қақпақты төмен қарай түсіресіз. Бұл жерде бізде 2 петлитель болады, және де 2 игольная нить дейді. Бытовой машинкалардағы сияқты бұл жерде машинканың пышағын өшіре алмайсыз, бірақ оған үйреніп кетуге болады. Машинканың заправкасы ыңғайлы болу үшін бізде мына лапканы өшіріп тастауға, яғни көтеруге болады. Ол үшін мына жерде өзінің рычагы бар. Осы рычагты тарту арқылы біздің лапкамыз шығады. Тағы да бір рет лапканы өшіру үшін біз мына рычажокты басамыз. Міне лапкамыз біздің ары қарай жылжиды. Мына жерде міне инеге барлығына доступ жеңіл. Осы рычагты қайтадан төмен басып, лапканы қайтада орнына келтіріп қоюға болады. Бұл жерде бытовой машинкамен салыстырғандағы тағы да бір ерекшелік ол инелерінде. Промышленный машинкаларда осындай ешқандай ерекшелігі жоқ.
инелер қойылады. Ал бытовой машинкаларда керісінше, бұл жерде міне жоғары жағында бір жақ шеті полностью тегіс болады. Сол себептен біз инені қойған кезде ешқандай қателіксіз бір орынға қоямыз. Ал промышленный машинкаларда инеңіз дұрыс тұруын сіз өзіңіз қадағалау қажет боласыз. Натяжение нити. Мына бір төрт бұранданың барлығы натяжение нити деп атады. Яғни матаның тартылысына жауап береді. Әр матаға әртүрлі натяжение болады. Қалың мата, орташа мата, жұқа мата барлығына әртүрлі қылдырып настройка жасайсыз. Сол настройкадан кейін барып қана сіздің тігісіңіз идеальны болып шығады. То есть, міне, оңға қарай сағат тілмен бұрайтын болсақ, біздің натяжениеміз қатты болады. Солға қарай бұрайтын болсақ, біздің натяжениеміз аз болады. Тура сондай-ақ әрбір матаға өзінің давление лапки дейді. Мына рычажок, яғни бұранда бізде давление лапки на ткань дейді. Яғни матаға түсіретін қысымды белгілеп отырады. Тура сол сияқты оңға қарай бұрасаңыз по часовой стрелке бұл лапкаңыз қаттырақ басатын болады. Солға қарай сағат тіліне қарсы жүретін болсаңыз, матаңызға лапка кішкене ақырын басатын болады. Мына рычагтың көмегімен сіз дифференциальная подача тканиді белгілей аласыз. Яғни мына жақта бұранда бар, осы бұранданы белгілеу арқылы сіздің матаңыздың жүру бағытын белгілеп отыратын боласыз. Бұл менде міне 1,5-да тұр. Мен үшін ыңғайлысы осы. Заводской настройкамызда осындай. Ал оверлоктағы ширина стежка осы маховое колесо арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін ручной поручіндегі мына кнопканы басасыз және басып тұрып осы маховое колесоны айналдырып өзіңізге қажетті ширина стежка белгілейсіз. Бұл менде 2,5-да тұр. Яғни заводской настройка. Осыдан ауыстырмаған дұрыс. Тағы да бұл машинкада тігістің скорость, яғни жылдамдығын ауыстырып отыруға болады. Минусты басатын болсаңыз, сіздің жылдамдығыңыз азаяды. S-ті басатын болсаңыз, сіздің жылдамдығыңыз көбейеді. Мен орташасына қойдым. Мен үшін ең ыңғайлысы сол. Дәл қазір біз сіздермен оверлокқа заправка жасаймыз. Мына жердегі инструкциямызбен байланысты. Ол үшін мен арнайы осындай инструкцияда белгіленген түстерді алдым. Мына жерден бастап оверлокқа дейін жіптердің жолдарының барлығы бірдей болады. Яғни бір әрекетті істейміз, нити направительдерге өткізіп аламыз да оверлокқа дейін жүреміз. Мінекей дәл осылай қалған 3 жіпті де өткіземіз. Енді әр жіпті өзінің натяжителіне салу қажет болады. Мінекей біздің натяжительдерге жіптеріміз өткізілді. Енді 4 жіп 4 жаққа кетеді, яғни әрқайсының өзінің жүру жолы болады. Ең бірінші бізде жасыл жібіміз, бұл біздің астыңғы петлетеліміз. Астыңғы петлетел бізде инструкция бойынша ең бірінші осы тесіктен өтеді.
Екінші петлетелімізді өткіземіз. Ол бізде қызыл жіп. Қызыл жібімізді бірінші туннелімізден жүргіземіз. Астыңғы жасыл жіпке параллельно жүреді. Бұл бізде үстіңгі петлетеліміз. Петлетелдер дайын. Енді инеге жіп өткіземіз. Мына жердегі оң жақ жіп, яғни сары жіп бізде оң жақ ине үшін жауап береді, ал көк жібіміз сол жақтағы ине үшін жауап береді. Мәнеке, біз оверлогымыздың барлығы заправкасын жасадық. Астыңғы екі инесін петлетелдері барлығы дайын болды. Енді мына крышкалардың барлығын жауып,
лапкамызды орнына келтіреміз. Ең қиыны осы машинканың, яғни оверлоктың заправкасы. Келесі жолдары заправка жасаған кезде сіз жай ғана бас жақтарынан жіптерді қиып, осы жіптер арқылы тартып қана суырып шығара аласыз. Енді біз осы машинкаға тігістеріне қазір эксперимент жасайтын боламыз. Қалың мата мен жұқа матаны қалай тігетінін көреміз. Қазір бірінші тігісімізді жүргізіп көреміз. Мынау менде обычный сатин матасы, бұл жұқа мата. Бұл оверлок жұқа және орташа маталарға арналған. Мінекей біздің тігістеріміз, артқы жағы осындай. Қазір қалың матамен тігіс жасап көреміз. Ал мынау бізде джинса матасы. Қазір осы матаға обработка жасап көреміз. Бисмилла. Мінекей біздің тігістеріміз, по-моему, идеальный тігіс болып шықты. Артқы жағы бізде осындай. Мен сізге айтарым, алғашқыда оверлок алып жатқан болсаңыз, онда сіз дәл осылай әртүрлі түсті жіптерді қойып, өзіңіздің машинкаңыздың настройкасын белгілеп алыңыз. Жаңағы жерде міне силиконовый май осы жерде тұрады. Осы міне жіптеріміз осы арқылы ылғалданып, тігісімізді жүргізеді. Әдетте обработка үшін конструированный жіптер дейді. Ол арнайы оверлокқа арналған созылмалы жіптер болады, сондайларды пайдаланады. Келесі видеоларда мен роликовый шовты осындай промышленный машинка, яғни промышленный оверлоктың көмегімен қалай жасауға болатынын көрсетемін. Сол үшін каналға тіркеліңіз, обязательно колокольчикті басып қойыңыз. Алар пайдаңыз көп болсын.